қайырлы күн. Сіздермен бүгін бірге Гүлім Арыстанбекқызы сіздерге таңғы ас және оның маңызы туралы айтатын боламын. Қазіргі заманда адамдардың 70% көмірсуға бай, оның ішінде қарапайым көмірсуға бай таңғы асты қабылдайтын болса, 15% адамдар мүлдем таңғы асты ішпейді. Яғни осы таңғы астағы кететін қателіктер туралы айтатын боламыз. Бірінші, таңғы асты ішпеу туралы айтатын болсақ, айттық 15% адамдар таңғы асты ішпейді деп, осы таңғы асты ішпеудің салдарына келейік енді. Егер сіз таңғы асты ішпеген болсаңыз, яғни сіз кешегі күннен, кешкі астан кейінгі уақыттан кейін түскі уақытқа, яғни тамақ қабылдаған уақытқа дейін организмді тамақсыз қалдырасыз. Яғни ол деген сөз 12 сағаттан артық уақыт адам тамақсыз қалу. Бұл асқазан ішек жолдарының бұзылысына алып келеді, зат алмасудың бұзылысына алып келуі мүмкін. Екіншіден, таңғы ас ішпеген адамның тәбеті бұзылады. Яғни ол күні бойы қандай тамақты жеу тәбетін бақылау қиын болады. Таңғы ас ішпеген адамға, екіншіден, таңғы ас ішпеген адамға тәбетін бақылау қиын болады. Яғни ол дегеніміз күні бойы перекустар жасауы мүмкін. Перекустарға, тәтті заттарға құмарлық пайда болады. Нанды, яғни ұнды заттарға құмарлық пайда болуы мүмкін. Қандағы қант деңгейі секіріп ойнап тұрады, бірсе көтеріліп, бірсе төмен түсіп тұрады. Яғни ол жоғары калориялы тамақты адам уже таңдайды. Бейсаналы түрде адам жоғары калориялы тамақты таңдайды. Келесі, таңғы ас ішпеудің бір салдары, адам артық салмақ қосып алуы мүмкін. Үнемі таңғы ас ішпейтін адам жылына 4 пен 7 килограмм арасында артық салмақ қосып алуы мүмкін екен. Таңғы асты ішпеудің салдары туралы айттық. Енді келесі, көмірсуға бай, соның ішінде қарапайым көмірсуға бай тамақтарды таңғы асқа қабылдау туралы айта кетейік. Көмірсуға бай таңғы асын ішудің, үнемі көмірсуға бай таңғы ас ішудің салдары, сіздің таңғы асыңыз джем, варенье мен нан, варенье мен булочка немесе мюсли болатын болса, онда қарапайым көмірсулардың көп болуы қандағы қант деңгейінің күрт ауытқуларына алып келеді. Яғни көмірсу көп таңғы ас сіздің артық салмақ қосуыңызға алып келуі мүмкін. Қандағы қант деңгейі бір қалыпты көтеріліп, бір қалыпты түсіп отыру үшін, жаймендеп отыру үшін, онда таңғы астың құрамы теңгерілген болу керек. Яғни сбалансированный завтрак дейді. Теңгерілген таңғы ас, ондағы көмірсулар, күрделі көмірсу, белок, май, клетчатка барлығы өзінің сәйкес деңгейінде болса, онда қандағы қант деңгейіміз біртіндеп жоғарылап, жаймендеп төмендейтін болады, және тәбетінде адам өзінің тәбетін бақылауда ұстай алады. Егер де тамақтың құрамында, таңғы астың соның ішінде құрамында қанттар, көмірсулар, қарапайым қанттар, варенье, шекер, тағы да басқа булочка, солар көп болатын болса, онда қанттың резкий скачогы болады, резко деңгейі көтеріліп, резко кенет төмен түсуіне алып келуі мүмкін. Сол себепті ол скачоктар тәбетінде адамның да көп тамақ жеуіне алып. Теңгерімді тамақтану туралы, қалай таңғы асты дұрыс ішу керек туралы келесі видеомнан біле аласыздар.